Ассалаумағалейкум, аса құрметті қазақ елі. Қазіргі менің сіздерге оқиын деп тұрған өлеңімнің тақырыбы мектептегі махаббаттың орны бөлек деп аталады. Қос бұрымы әдемілеп өрілетін, қолаң шашы иығына төгілетін, мектептегі мықты оқитын озат қыздар аспандағы жұлдыздардай көрінетін. Қыздарымыз тәп-тәтті қылықты ғой, ағай деп қиылып майысады, ұятсыз деп кітаппен бір ұрғанда ұшқындатып көздерің сайысады. Сабақтан соң орындығын көтересің, сөз табусыз қыстығып жөтелесің. Күштісің ғой деген сөзге арқаланып, сөмкесінде арқалай жөнелесің. Бұлдар жақ жекпе-жекке шығатынбыз, төбелесте күреске сап жығатынбыз. Ит шығыс деп ажыратып жібереді, жұдырықты түйген күйі тұратынбыз. Таяғын жеп, көз қызарып, бет көгеріп, бұл жайлы түс жаруды жөн көрмедік. Әке-шешең кім ұрды деп сұраса, құлап түстім деп жалтарып көнбедік. Қыздардың шаштарын орындыққа көрінбес түпсіз жіппен байлайтынбыз. Анкетасын түгел оқып толтырып та, қай жігітпен жүретін байқайтынбыз. Анкетада жапсырылған бет тұрады, нүктеменен жауап берген тек сұрағы. Ол қыздың ағасы естіп қойса, ұстап алып көшеде кеп ұрады. Гүлденген әлем деп алғашымен, менен сәлем деп сөздің жалғасымен, дос қыздардан хат жазып жібересің, өйткені ғашық болып қалғансың сен. Скакалка ләңгі доп тебетінбіз, ақсерек, көксеректе жеңетінбіз. Даңғырлатып гитараны қолға алып, түсініксіз әндер шертіп беретінбіз. Юпи, тархун, юшес алатынбыз. Соны ішіп, ойнап жүрген баламыз біз. Қыздарды алаң жаққа келе қалса, көрінсек деп бар жігерді салатынбыз. Мектептегі махаббаттың орны бөлек, өткен сайын сағынышпен ойды бөлмек. Алғашқы махаббатты ұмытпайсың, көрген сайын құрметтеп сыйға бөлек. Рахмет.